Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесегер жүректі жалын ішкі, мәңгілікке аттанған жақын жанға, жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіспіз ұмытпауға. Нұғыманова Бегдат Баяхмет қызы 1953 жылы Шығыс Қазақстан облысына қарасты Көкпекті ауданының Боғас ауылында дүниеге келген. Сайболат елінің ұлы Нұғыманов Баяхмет пен Ырғайбаева Зайындының әулетінде 4-ші бала болып дүниеге келген. Отбасында 9 ағайынды болып, көп балалы отбасының тәрбиесін алып өскен. 1961 жылы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылында Абай атындағы орта мектепке табалдырығын аттап, 1971 жылы аталған мектепті бітірген соң білім алуға аттанады. Медицина мамандығын таңдап, оқу орнын үздікке бітіріп, туған ауылында кардиолог маманы болып қызмет істеді. 1975 жылы әкеміз Жағыпаров Маутбекпен тұрмыс құрып, Шақаман еліне келін атанды. Ардақты жар, бір қыз, 4 ұлдың асыл анасы, немерелерінің алтын апасы бола білді. Сол әріптестермен 25 жыл бірге қызмет істеп зейнетке шықты. Әкеміз Жағыпаров Маутбек Ақжар ауылында туып өскен. Шамалғандағы гидромелиорация училищесін бітіріп, Қандысу плотинасына көптеген жылдар қызмет еткен. Еңбек қорынамыз зейнетке шыққаннан кейін де тоқырау заманда саудагерлікпен айналысты. Кейін балаларымен бірге Алматыға қоныс аударып, мекен жайларын балаларымен бірге салып, балаларының жоғарғы білім алуына, еңбек етулеріне, отбасы болуларына үлкен ықпалын тигізді. Әрқашан балаларының ынтымақ берекесін сақтай алған ақылшысы болды. Аяулы анамызды, Асқар Тау әкемізді сағынып, еске аламыз. Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің, сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты. Барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе де бек қасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүр алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз. Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенде жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған.
өзің барда шуылдаған немерең тып-тыныш боп есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер, бірақ мәнді емес. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай, өтеді зымырай, шалған өмір ай. Жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай? Өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің. Ай,